Сен түнде бөлмеңде жалғыз жатқанда арқаңнан біреу суық леппен қарап тұрғандай сезім болды ма? Немесе қараңғы дәлізде қарауға жүрегің дауаламай, көрпені басыңа бүркеп алған кезіңше болды ма? Сәлем достар, сендермен бірге Бану ТВ. Көп адам мұны жай ғана қорқыныш деп ойлайды. Бірақ бұл сенің түйсігіңнің саған берген ескертуі шығар. Бүгін мен үйіңде сенен басқа тағы бөлек бір тылсым күштің бар екенін дәлелдейтін 5 белгіні айтамын. Соңғы 5-ші белгіні естігенде бүгін түнде ұйықтай алмай қалуың мүмкін. 1-ші белгі – сенің мысығың немесе итің. Жануарлар адам сөзіне көрінбейтін энергияны сезе алады. Егер сенің мысығың кенеттен бос бұрышқа қарап қалса, немесе итің еш себепсіз ырылдаса, демек ол жерде сен көре алмайтын нәрсе тұр. Ең қорқыныштысы, егер олар қорқып, бөлмеден қашып шықса, олар сені жалғыз қалдырғысы келмейді. Олар жай ғана қауіпті сезеді. 2-ші белгі – суық нүктелер. Үйіңнің іші жылы, бірақ кенеттен бір бөлмеге кіргенде немесе дәліздің бір тұсында денең түршігіп, ауа мұздайып кеткендей бола ма? Паранормальды зерттеушілердің айтуынша, рухтар мен елестер пайда болуы үшін қоршаған ортадағы жылу энергиясын өзіне тартып алады. Егер бөлмеңде кенеттен суық жел соққандай болса, біреу сенің қасыңнан өтіп кетті деген сөз. 3-ші белгі – техниканың жұмбақ мінезі. Теледидардың өздігінен қосылуы, шамдардың жыпылықтауы, немесе түн ортасында ойыншықтардың іске қосылып кетуі. Тылсым күштер электр толқындары арқылы әсер ете алады. Егер түнде телефоныңның экраны еш себепсіз жанып кетсе, бәлкім біреу сенің хабарламаларыңды оқығысы келген шығар. Жарықсыз үй тынысыңды тартып алады. Жүрек дүрсілдеп, бірдеңе жақындап келе жатқандай сезім туады. Көрпенің астына тығылсаң да, қорқыныш сезімі кетпейді. 4-ші белгі – көзіңнің қиығына шалынатын қара көлеңкелер. Сен ас үйде отырғанда, дәлізден біреу өтіп кеткендей көрінеді. Бірақ бұрылып қарасаң, ешкім жоқ. Бұл сенің қиялың емес. Біздің көзіміз тікелей қарағанда байқамайтын жиіліктерді шеткі көру арқылы сезе алады. Ол көлеңкелі адамдар сені бақылап жүр. Бірақ сен қараған сәтте жасырынып үлгереді. Бұндай сезім басыңнан өтті ме? Сол кезде жүрегің тез соғып, демің мұздап кетеді. Бір кезде оның кездейсоқ емес екенін түсінесің. Және ең соңғы, ең қорқынышты 5-ші белгі – сенің есіміңді біреудің сыбырлап шақыруы. Егер үйде жалғыз болсаң да, құлағыңа таныс дауыспен атың айтылғандай болса, ешқашан жауап берме. Себебі кейбір аңыздар бойынша бұл сенің назарыңды аударып, ішке кіргісі келетін күштер.
Ал сенің үйіңде осы айтылғандардың қайсысы болды? Комментарийға жаза кет. Мен барлығын оқимын. Егер түнде қорықпай ұйықтағың келсе, каналға тіркеліп кет. Мен сені қорғайтын жаңа видео шығарамын. Келесі кездескенше.